Қайырлы күн баршаңызға достар, сіздермен Гүлбану. Бүгін сіздермен етті бәліш пирогын жасайтын боламыз. Өзіме үнемі осы рецептпен дайындаймын. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Ең алдымен ұнды електен өткізіп алдым. Салқын сары майымызды салып, бір келкі етіп араластырып аламыз. Барлығын бір келкі етіп үгітіп, қаймағымызды саламыз. Және бір дана жұмыртқа, бір дана жұмыртқаның сарысын салып, жұмсақ қамыр илейміз. Міне бізде осындай жұмсақ қамыр пайда болды. Оны целлофанға салып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Орташа көлемде пиязымызды және картопымызды ұсақтап турап аламыз. Мен сиыр етін пайдаландым. Барлығын бір-біріне қосып, қара бұрыш және тұзды салып, араластырып дайындаймыз. Міне біздің қамырымыз 30 минуттай демалды. Енді екі бөлікке бөліп аламыз. Ұн себе отырып, астыңғы бөлігіне қарағанда үстіңгі бөлігін үлкендеу етіп кесіп аламыз. Және бір қайтара илеп алдым. Астыңғы бөлігіміздің қамырын алып, домалақтап жайып аламыз, шұқалау етіп. Осылай дөңгелектетіп жайып аламыз. Дайын болған қамырымызды пергаменттің астына төсеп, бір келкі етіп жайып аламыз. Тегістеп барлығын үстіне салмамызды салатын боламыз. Барлығын тегістеп аламыз. Міне осылай. Және үстіңгі бөлігін қамырымызды жайып, үстіне төсеп аламыз. Шеттерін жақсылап бекітеміз. Егер де дұрыс бекітілмесе, ішіндегі салмамыздың суы бөлініп ағып кетуі мүмкін. Онда бәлішіміздің құрғақ боп қалуы мүмкін. Қалауыңызша осылай безендіріп аламыз. Және ортасын тесіп алатын боламыз. Қалауыңызша бетіне күнжіт сепсеңіз болады. Әсемдік үшін және 180-200 градуста 35-40 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің бәлішіміз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Менің видеом ұнаса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.